Баспананы ипотекаға алдым, ипотеканы толыққанды аяқтап бітірмей тұрып, осы үйді сата аламын ба? Көптеген жандарды осы сұрақ мазалап жатады. Жақсылап тыңдап алыңыздар, ағайын туыстардың чаттарына жіберіп қойыңыздар. Бірінші мәселе, егер де сіз ипотекаға отбасы банк арқылы баспана алып, оны төлеп жатсыз, егер сатып алушы адам сізге наличкамен келетін болса, ол енді мәселе емес. Бағанағы банкке бардыңыздар, екі ара келісіп, сіздің қарызыңызды жаптыңыздар, залогтан шештіңіздер, ол кісінің атына сатып алу шарты бойынша аударып бердіңіздер. Көпшілікті толғандыратын мәселе, егер ипотекаға аламын десе не істеймін деп. Вот осыны тыңдап алыңыздар. Ипотекаға аламын десе, ол адам 50/50-мен отбасы банкында внутреннее рефинансирование деген түсінік бар. Яғни сіз өзіңіздің пәтеріңізді залогтан шешіп, қосымша ақша тауып іздестірудің қажеттілігі жоқ. Ол адам сіздің үйіңіз отбасы банкінде залогта тұрса да, ішкі қаржыландыру арқылы сіздің пәтеріңізді рәсімдей береді. Тек қана екі жағдайда ғана рәсімдей алмайды. Егер де сіз ипотеканы рәсімдер сәтте бірыңғай жинақтау зейнетақы қорынан шектік сомадан асқан ақшаны қолдана отыра рәсімделінген ипотека болса. Екіншісі, егер де сіз бақытты отбасы деген бұрын бағанағы мемлекеттік бағдарлама бар еді, сонымен екінші нарықтан баспана алған болсаңыз, қалған жағдайлардың бәрінде, яғни 50/50-мен барып өзіңіз рәсімдеп алдыңыз, тағы да басқа, сіз отбасы банк арқылы внутреннее рефинансированиемен сата бересіз. Залогтан шешудің қажеттілігі жоқ. Залогта тұрған күйінде банк оценка жасай береді. Залогта тұрған күйінде банк несиелік өтінімді қабылдай береді. Ипотекаңыз жауып тастаңыз, тағы да басқа деген мәселе туындамайды. Сондықтан, егер отбасы банкінде кәдімгідей 50/50-ді жинап, өзіңіздің пәтеріңізді ипотекаңыз аяқталмай тұрып сатылымға шығарып жатсаңыз, онда тек қана наличка емес, отбасы банк арқылы ипотеканы қарастырам деп жазып қойыңыз. Қажет болса, егер өзіңіз бағанағы үлкен пәтерге ауысайын деп отырсаңыз, бір бөлмеден екі бөлмеге, екі бөлмеден үш бөлмеге үлкею мақсатында, онда депозитіңіз тұрғын үй займына өтіп кетпей тұрса, депозитіңізді де сақтап қалсаңыздар болады. Жалпылама осы, ағайын, біліп жүріңіздер, таратып қойыңыздар. Жақсы.